Хакасиядағы чаячылар турасында Россиядағы чонларның драматургиясының начындызы шон алына сығарылған. Зағамға литератураның аймақ жанрларын Москвада 2015 жылда сығарып астанар. 6 жыл арасына поэзияның, прозаның, база олған литературасының шындылары шарық көргінар. Пүлтізің драматургия тез шиті. Анда аймақ шонларының тоғыстары арасында Хакасиядағы чаяч ұстарының ойынары сығарылғанар. Ол санда пассағы хакас драматург, писатель Валентина Шолбаеваның «Сын мүйзе» пьесасы. Ол 1977 жылда шарық көрген, 2018 жылда қатып сығарылған. Ең бастап ол Москвада ешткан семинарда пассағы орынға тұрысқан. Марық салтары хостары аны Москвада шарыға сығарғанар. Аны аймақ городарды аны сценада тұрғысқанар. 6 жыл арасына аймақ жерлердің драматургтар Хакасияда шылызып, оға салымнық тоғыз иділше. Республика Саха-Якутияның драматургтары келген, Республика Бурятияның, Горный Алтайдың драматургтары, пазы Хакасияның. Идек олар келген артоғынырға Москваның келген біздің екі критик, Елена Покорская, Елена Ярославовна Пазы, Екатерина Борисовна Морозова. Олар біздің драматургтардың пазы пасқада, республиканың келген драматургтардың оға шақсы тоқ сапаршылар. Бұл тоғынып олардың пьесаларының ұлықсыныға сығартышы. Россиядағы чонларның драматургия кендезіндер Хакасиядан өді кірпірған Александр Чапрайның чаячы тоғызы. Андағы оқчаскылығы үліс түскен позының олғанарға шарытылған ойнан сығары бұзырға писатель, драматург Илья Топоевке. Аймақ шонлар шындазында аның екінші тоғызы сықпарды. Мен анда детский литературды өтек менің ойын сықын анды қади немәтшеткін көйті қоздан болған аманда менің қайқыздық жатқан олғынырға басқан ойыным сықын. Аныңары маға өріністі Москвада бейде мұндық ұлық шындыды, мұнда бір сұсазырық біздің Россиядағы чонлар арызындағы драматургтан арызына санына күш барғанны бері кірігі сейді. Чаячылар турызы публицистика чындызында амды өдік Хакасиядағы чаячыларын тоғыздарын сығарып аларға темненші. Антонина Тамачакова, Евгений Чаптыков, хабарларға.